Спорттық іс-шарада мексикалық толқынды көріп пе едің? Ол стадионның бәріне тарайтын өте керемет эффект, бірақ ешкім орындықтарды қозғалтуға мәжбүр болған емес. Барлық толқындар энергияны бір жерден екінші жерге ешбір материя бермей-ақ бере алады. Оны энергияны тасымалдайтын бірқатар бұзушылықтар немесе тербелістер жасайды. Өз орындарындағы адамдар сияқты кезегі келгенде ғана жоғары және төмен қозғалады. Толқындар энергияны қатты заттар, сұйықтықтар, газдар және бос кеңістіктер арқылы бере алады. Бұл вакуум деп аталады. Толқындардың екі түрі бар. Оларды толығырақ басқа бейнеде қарастырамыз, бірақ олардың негізгі ерекшеліктері бірдей. Осы төрт сөзді толқындардың әртүрлі қасиеттерін сипаттайды. Әр сөздің нені білдіретінін анықтайық. Толқындардың жиілігі дегеніміз белгілі бір уақытта бекітілген нүктеден өтетін толқындардың толық саны. Осы уақыт периоды көбінесе 1 секунд. Бір толық толқын осылай көрсетіледі. Сонымен, егер бізде осы уақыт периоды болғанда, жиілік 5 болатын еді. Жиілік F символымен беріледі, және ол герц деп аталатын өлшем бірлігімен өлшенеді. Герц секундына қанша цикл екенін көрсетеді. Енді мексикалық толқында қанша адам әр секунд сайын орындарынан тұрады? Жиілік пен периодты жиі шатастырады. Жиілік бір нәрсенің қаншалықты жиі орын алатынын білдіреді, ал период сол орын алуға кеткен уақытты көрсетеді. Толқын периоды дегеніміз толық бір циклдің уақыты. Сонда бір адамның тұруына кеткен уақыт толқын және отыру. Бұл секундпен өлшенеді. Егер бір нәрсе қайталана орын алатын болса, бұны біз периодтық деп атаймыз, және оқиғаның қайталану уақыты туралы айтамыз. Күнді айналу үшін жердің периоды 365 күн. Бір тәуліктің периоды 24 сағат. Мектептегі кәдімгі сабақтың периоды 45 минут. Енді толқын ұзындығы. Толқын ұзындығы бір толқынның нүктесі мен келесі толқынның тура сол нүктесі арасындағы арақашықтық. Мысалы, екі шың немесе екі шұңқырдың толқын ұзындықтары грек әрпі лямбдамен беріледі, және көбінесе метрмен өлшенеді. Толқын ұзындығы ұзындығына байланысты түрлене алады. Рентген сәулелер өте қысқа. Көрінетін жарық осында және радиотолқындары өте ұзын. Біз жиілік, период пен толқын ұзындығына талдау жасадық. Енді амплитудаға өтейік. Толқындар саяхаттайтын болғандықтан, оны бұзушылықты тудырады. Толқынның амплитудасы дегеніміз максималды бұзушылық пен бұзушылықсыз позициясының арасындағы арақашықтық. Өте тегіс теңізбен келе жатқан толқын туралы ойла. Амплитуда толқынның теңізден жоғары биіктігі. Сен мына толқындардың заттан боларын қосып, жиіліктерін анықтай аласың ба? Үстіңгісінің арақашықтық, астыңғысының уақыт екеніне назар аудар. Бейнені тоқта, анықта және дайын болғанда бейнені жалғастыр. Сен бұларды дұрыс таптың ба? Басқа бейнеде толқындар, жылдамдық пен теңеулерге қарайтын боламыз, және толқын ұзындығы мен жиілікті байланыстырамыз. Әзірге сен осы 4 маңызды заттың нені білдіретінін білсең болды.